Саламатсыздар ма? Біз бүгін жалпы халықтық декларациялау туралы толық түсіндіретін боламыз. Бұл дегеніміз, ол халықтың табыстары мен мүлкін жалпыға бірдей декларациялау деп аталады. Халықтық декларация бұл 250 және 270 формаларды, яғни есеп беру, 250 және 270 формаларды тапсырып мемлекетке есеп беру деп түсінсек болады. Қазір мен толық ашып боламын. Так. Кірістерді декларациялауды іске асыру, жалпы бұл декларациялау не үшін қажет деген сұраққа осылай жауап берсек болады. Біріншісі, көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимылды білдіреді. Екіншісі, ол ең басты мақсатының бірі мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету. Бұл ең негізгі мақсатының бірі, яғни негізгі мақсаты парақорлық пен жемқорлықты жою болып табылады. Сол үшін жасалып жатыр. Үшінші, жеке табыс салығының салық базасын кеңейту және бюджетте түсетін түсімдерді ұлғайту мақсатында жасалып жатыр. Және төртінші, Қазақстан Республикасы салық төлеушілерінің салық мәдениетін арттыру мақсатында жасалып жатыр. Енді бұның мақсатын білдік, жалпыға бірдей декларациялаудың мақсаттары осында екен. Ары қарай кеттік. Енді бұл жалпыға бірдей декларациялау 3 кезеңде болады. Вообще болып жатыр, 3 кезеңде болып жатыр. Бұл осы 2024 жылы жаңадан шыққан бір жоба емес, бұл 2021-де шыққан болатын. Кезеңге бөлініп, жаймен осы халықты үйретіп жатыр. Бір сөзбен айтқанда, солай түсінсек болады. Ал бірінші кезең бұл 2021 жылдың 1 қаңтарынан басталған болатын. Қазір кімдер тапсырды ол кезде, соны ашып түсіндіретін боламын. Ал екінші кезең ол 2023 жылы 1 қаңтарда басталған болатын. Ал үшінші кезең 2024 жылдың 1 қаңтарынан, яғни осы жылдың 1 қаңтарынан басталды. Енді ары қарай, бұны кімдерге қатысты жалпы, соны түсінетін боламыз қазір. Бірінші кезеңде 2021 жыл үшін 2022 жылы салық жаңағы отчет тапсырып бастады. Яғни 2021 жыл үшін 2022 жылды кімдер осы декларацияны тапсырып бастады. Бірінші, жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдар және олардың жұбайлары. Екінші, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар және олардың жұбайлары. Үшінші, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдар және олардың жұбайлары. Төртінші, Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы, банктер және банк қызметі туралы, сақтандыру қызметі туралы, сонымен қатар бағалы қағаздар нарығы туралы заңдарына сәйкес декларацияны ұсынуға міндет адамдар тапсырып бастады. Бірінші кезеңде. Мына жерде бірінші, екінші, үшінші кісілер бар ғой, осы этаптағы кісілер, бұлар бір сөзбен айтқанда мемлекеттік қызметкерлер, яғни қолында корочкасы бар, мемлекеттік қызмет тесттен өткен, қолында корочкасы бар кісілер осы мемлекеттік қызметкерлер. Осы кісілер осы 2022 жылы тапсырды. 2021-дің есебін 2022-де тапсырған болатын. Естеріңізде болса, егер сіз мысалы мемлекеттік қызмет болсаңыз, сіз тапсырдыңыз және сіздің жұбайыңыз да тапсырған болатын. Ал мынау төртінші тұрған кісілер, бұлар банкте істейтін кісілер, банкте қатысушылар, жалпы басшысы, орынбасары деген сияқты, және сақтандыру қызметінде істейтін жалпы саласындағы кісілер тапсырған болатын. Осы бірінші кезеңде уже тапсырып өтті бұл кісілер, ол 250 форманы тапсырған болатын. Және олар бір тапсырат болды деген сөз емес, болды, бұл кісілер үйренді тапсырып, енді осы жылы да, келесі жылда жылма-жыл тапсыратын болады. Бұл кісілер енді 250 форманы тапсырып өтті ғой бір рет. Енді осы жылдан бастап уже, то есть 2023-де 270-ті тапсырды, енді осы 2024-де 270-ті тапсыратын болады. Сонда тағы ескеретін нәрсе, 250 форманы бір рет қана тапсырасыз өміріңізде, кейінгі уже өзгерген форма ол 270 форма. Солай түсінсеңіздер болады. Ары қарай кеттік. Жылма-жыл тапсырып тұрады осы кісілер. Егер көріп жатқан болсаңыздар, сіз мемлекеттік қызметкер болсаңыз, жылма-жыл осы бір рет 250-ті тапсырып қоясыз, 2022-де өтіп кетті, ол тапсырылып. Енді 2023-24 ары қарай уже 270 форманы жылма-жыл тапсырып отырасыз, өйткені мемлекет сізді көріп отыруға тиіс екен. Ары қарай кеттік. Ал екінші кезеңді 2023 жылы 1 қаңтардан бастап, бұл екінші кезең, яғни 2022 жыл үшін есеп беру. 2022 жыл үшін есеп берді кімдер? Бұл мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері.
яғни бюджетниктер деп атаймыз, бір сөзбен. Бұлар бағана білім беру мекемелерінде, денсаулық сақтау мекемелерінде, мәдениет, спорт және тағы да басқа салаларын қоса алғанда және олардың жұбайлары дейді. Бұл дегеніміз ашып айтқанда мектептерде, больницаларда, ДК-ларда, мәдениет үйлерінде және спорт кешендерінде, спорт мектептерінде, жалпы спорт бөлімі, спортқа қатысты мекемелердің барлығы және білім беру мектептердің барлығы, больница, тағы да басқа осылай бюджеттік мекемелерде жұмыс жасайтын кісілер және олардың жұбайлары тапсырды. Яғни 2022 жыл үшін 2023-те тапсырған болатын. Естеріңізде болса, егер сіз осы саланың біреусінде жасайтын болсаңыз, сіз осы өткен жыл тапсырдыңыз, сіз тапсырдыңыз және сіздің жұбайыңыз осы отчетты тапсырған болатын. Ол 250 форма болатын ол кезде. Қазір енді 270 болып өзгереді, және де сіздер де тоже тапсыра бастайсыздар. Осы 2023-те тапсырдыңыз ғой, енді 2024-те 2023 үшін есеп беретін боласыз. Ары қарай солар жылма-жыл осы 270 форманы тапсырып жүретін боласыздар. Ол бір ғана тапсырып кететін нәрсе емес деп тағы ескерткім келеді. Ол жылма-жыл осылай мемлекетке есеп беріп отырасыздар. Өйткені парақорлықпен күресу мақсатында, кім қанша табыс тапты, сол үшін. Екінші, ол квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметкерлері және олардың жұбайлары тапсырған болатын. Осы отчетта, екінші кезеңде. Ары қарай кеттік. Ал үшінші кезең вот. ИП-ларға ең маңыздысы кәсіпкерлердің құлағы елең ететін нәрсе, ол үшінші кезең. Үшінші кезең 2024 жылдың 1 қаңтарынан басталады бұйыртса. Уже басталып кетті, Бұл дегеніміз ескеретін нәрсе, 2024 жылы тапсырасыздар, бірақ та 2023 үшін есеп бересіздер. Жалпы 2023-те қанша табысыңыз болды, сіздің бір жылға қанша табысыңыз болды, қанша мүлкіңіз бар, қанша жылжымайтын мүлкіңіз бар, қанша жылжитын мүлкіңіз бар деген сияқты, жалпы мүліктеріңіз бен табыстарыңызға тапсыратын боласыздар, кәсіпкерлер әсіресе емес, жалпы кәсіпкерлерге арналған кезең бұл. Бұл жерде міне бірінші кім тапсырады? Заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары, қатысушылары және олардың жұбайлары. Заңды тұлға дегеніміз ТО жатады. Ал екінші жеке кәсіпкерлер және олардың жұбайлары. Жеке кәсіп міне ИП-лар бұлар. ИП-лар және сіздердің жұбайларыңыз тапсыратын болады. ИП-ның егелері және олардың жұбайлары тапсыратын болады. ТО-ның басшылары, ТО-ның егелері және олардың басшылары, ішіндегі жаңағы қатысушылары, учредитель дейді ғой, солардың бәрі тапсыратын болады. И олардың жұбайлары тапсыратын болады. Бұйыртса, бұл кезең басталды. Қазір қай уақытқа дейін сіз тапсырып үлгеретінін барлығын айтып өтетін боламын. Бұл кезең 2024 жылдың 1 қаңтарынан басталып кетті. Енді өте маңызды ақпарат, міне анықтама деп жазып қойдым. Үшінші кезең шеңберінде декларацияны ұсыну жөніндегі талап уақытша тоқтатылған және әрекетсіз УК-ға да қолданылады дейді. Бұл не деген сөз десеңіз, мысалы 2024-те біз тапсырамыз, нені 2023 үшін есеп береміз біз. 2024 жылы өтіп кеткен 2023 үшін есеп береміз. Ал енді байқасаңыздар, осы жерде мысалы 2023-тің соңына қарай ИП-лар пытырлатып, ИП-ларын жауып бастады. Жан таласып жауып бастады, өйткені декларация тапсырайын деп жатыр екен ғой 2024-те. Біз жауып үлгерейік деп жауып бастады. Но 2023-те ИП-іңіз жабылса да, сіз уже 2023-те бастапқы айларында ИП-іңіз ашық болса, онда сіз міндетті түрде тапсырасыздар. Мысалы 2023-тің көбісі декабрь айында, ноябрь-декабрь айында өте көп ИП-ларын жауып бастады кәсіпкерлер. Бірақ сіздер де тапсырасыздар, өйткені мына жерде жазылып тұр, декларацияны ұсыну жөніндегі талап уақытша тоқтатылған, яғни уақытша тоқтатылған ИП болсаңыз да тапсырасыз, және әрекетсіз, яғни 2023-тің ішінде жабылған, мүлдем жаңағы жұмыс жасамайым деп жауып тастаған ИП болса да, ол тапсырады. Өйткені ол 2023-те ашық тұрған болатын, бір ай болса да мейлі, қанша ай болса да ашық болған болатын. Оны тапсыру үшін қатты уайымдамаңыздар жалпы. Өйткені барлығы доходыңызды, то есть кірістеріңізді, табыстарыңызды, және де жекеменшік мүліктеріңізді, және де жылжымалы жылжитын мүліктеріңізді, недвижимосттарыңызды дұрыс көрсете білсеңіздер болды декларацияда. Сонда сіздер ештеңеден қорықпайсыздар. Барлығы заңды болады, сол үшін қатты аса бір қорқудың қажеті жоқ. Өлә, мен тапсыратын болыппын ғой деп қорқып таңғалмай қойыңыздар. Қатты қорқынышты нәрсе емес бұл. Барлығын заңды, уақытылы орындасаңыз болды, главное. Так, енді төртінші кезеңі де бар. Бұл 2025 жылы 1 қаңтардан басталады. 2025 жылы. Бұл кезде кімдер тапсырады, 2025-те. 2024 үшін кімдер есеп береді, Олар азаматтардың қалған санаттары. Яғни
жаңағы бүкіл 18 жастан асқан әрбір Қазақстан Республикасының азаматы тапсыруға тиіс. Сонымен сонда 4-ші кезең аяқталғанда бүкіл Қазақстан, 18-ден асқан бүкіл Қазақстан тапсыратын болады және жыл сайын үзбей тапсыратын болады. Өйткені ипысы барлар да тапсырады, ипысы жоқтар да тапсырады. 18-ге толса болды, главное. Барлығы тапсыратын болады осы декларацияны. Өйткені ол мемлекет алдында өзінің табысын барлығын дәлелдеу мақсатында, чтобы мемлекеттен жымқырмай өз адал табысын көрсету мақсатында жасалған жоба, солай деп түсінсеңіз болады. Және мұнда да кәсіпкерлер, 3-ші кезең ол кәсіпкерлер дедім, осы биыл текущий год, 2024 жыл, ағымдағы жыл, бұл кәсіпкерлердің жағы жалпыға бір декларацияны тапсыру кезеңі. Сол үшін дайын болыңыздар, өз аттарыңызда болғандары дұрыс, енді өз меншіктеріңіздің, чтобы кейін мысалы сататын кезде сіз біреудің атында болса, ол ақша қайдан шықты деген сұрақтар туындауы мүмкін. Ол ақшаны сіз қайдан шықты? Сол кезде дәлелдей қалмас үшін әр нәрсе өз аттарыңызда, барлық мал-мүліктеріңіз өз аттарыңызда болғаны дұрыс. Так. Жыл сайын бұйыртса тапсырып тұрасыздар сіздер. Және кәсіпкер болсаңыздар да, кәсіпкер болмасаңыздар да 2025 жылы барлық азаматтар тапсыратын болады. Енді жалпыға бірдей декларациялау кезінде жеке тұлғалар декларациялардың қандай нысандарын тапсыруы тиіс? Бірінші, декларациялау жүйесіне кірген кезде активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылады. Яғни жаңадан басталды ол бірінші кезең. Сол кезде уже бір-ақ рет тапсырасыздар. Осы кезеңге кіргенде 250-ші форманы тапсырамыз. Бірінші кезеңде ол 250-ші форманы тапсырамыз алғашқыда. Одан кейінгі жылдар уже 270-ші форманы тапсыратын боламыз. Міне, кейіннен халық жыл сайын кірістер мен мүлік туралы декларацияны тапсыратын болады, ол 270-ші нысан дейді. Ары қарай кеттік. Декларацияны ұсыну мерзімдері. Бұл да ең бір жағы өте маңызды ақпарат. Активтер мен міндеттемелер туралы декларация тұрғылықты жері бойынша ұсынылады. Яғни сіз қай жерде пропискада тұрсыз данный момент 2024 жыл, сол жердің жағы налоговыйында немесе сол жердің бағанағы кодын көрсетесіздер декларацияда. Екінші, қағаз түрінде ұсынылған жағдайда декларацияны ұсыну бойынша міндеттеме туындаған ағымдағы жылдың 15-ші шілдесінен кешіктірмей. Яғни сіздер егер электронды түрде жібере алмайтын болсаңыздар, ол проблема емес. Мысалы, білмесеңіздер, қағаз түрінде толтырып 15-ші шілде дегеніміз біздің 15-ші августке дейін, 2024 жылдың 15-ші августіне дейін налоговыйға апарып берсеңіздер болды. Өйткені ол кісілер оны алып, қағазды алып базаға енгізеді. Сол үшін сіздер 15-ші шілдеге дейін үлгерулеріңіз керек, егер сіздер қағаз түрінде толтырам десеңіздер. Ал егер электронды түрде электронды форматта жіберем компьютермен десеңіз, декларацияны ұсыну бойынша міндеттеме туындаған ағымдағы жылдың 15-ші қыркүйегінен кешіктірмей, яғни 15-ші сентябрьге дейін өткізіп қойсаңыз болады. Электронды түрде енді көбісі бұл жерде электронды түрде ұсынады, декларацияны біз электронды түрде жібере қоямыз. Ол 2024 жылдың 15-ші сентябрінен кешіктірмесеңіз болды. Соңғы күні 15-ші сентябрь күні. Енді неге қағаз түрінде өткізсек 15-ші августе деп ойлауларыңыз мүмкін? Өйткені бағанағы налоговыйдың мамандары сіздер қағаз түрінде өткізген декларацияны 15-ші қыркүйекке дейін, 15-ші сентябрьге дейін олар электронға жаңағы компьютерге жазып, толтырып сіздің атыңыздан жібереді. Сол үшін солай қағаз түрінде сәл ертерек апарып беруге тура келеді. Енді ол проблема емес, негізінде электронды түрде ұсынған дұрыс деп ойлаймын. Егер де өзіңіз тапсыра алмасаңыз, жағы сенімді маманға тапсыртқаныңыз дұрыс болады. Ары қарай кеттік. Активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны ұсыну тәсілдері. Қандай тәсілдері бар? Қалай ұсынамыз деген сұраққа қарапайым халық үшін электрондық түрде салық төлеуші кабинеті, мемлекеттік кірістер кабинетінің веб-порталы арқылы жібере аласыздар. Білсеңіздер егер электронды үкіметтің порталы, сондай-ақ е-салық азамат мобильді қосымшасы арқылы жібере аласыздар. Яғни электронды түрде 3 түрлі тәсілмен жібере аласыздар. Салық төлеуші кабинетінен жіберсеңіздер болады. Немесе мемлекеттік кірістер комитетінің веб-порталы, электрондық, яғни эгоф арқылы, одан кейін е-салық азамат арқылы, мобильдік қосымшасы арқылы жіберсеңіздер болады. Ал егер қағаз түрінде жіберем десеңіздер, онда жағы налоговыйға барып, мемлекеттік кіріс органдары деген сол налоговый, ХККО деген жаңағы сон, бір сөзбен халыққа қызмет көрсету орталығына келу, сондай-ақ почта арқылы дейді. Солай жүзеге асырылады екен. Яғни почтаға барып, немесе халыққа жаңағы сонға барып, немесе налоговыйға барып тапсыра алады екенсіздер, егер қағаз жүзінде берем десеңіздер. Так. Тағы да не айтуға болады? Жалпы түсіндік деп ойлаймын. Бұл негізі, бұл декларациялау өте құнды. Бейжай қарамағандарыңыз дұрыс.
Одан кейін айтатын нәрсе, бұл биыл ғана шыққан жоқ, өздеріңіз білетіндей. Просто біз, егер сіз ИП болсаңыз, бұл сізге өте маңызды, өйткені біздің жыл болып тұр. Біз кәсіпкерлер осы жылы тапсырып бастайды екенбіз. Главное 20, енді электронды жібереміз ғой, бұл жерде көбіміз, сол үшін 15 қыркүйекке дейін асықпай барлығын бүге-шүгесіне дейін біліп тапсырғанымыз абзал. Так. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді главное, қорықпаңыздар. Қорқатын ештеңе жоқ бұл жерде. Бұны жалпы Қазақстан тапсыратын болады деп айтып өттім. Барлығын дұрыс тапсырсаңыз, жалпы барлығын дұрыс жасап, мүлігіңіз бен табысыңызды дұрыс көрсетсеңіз, онда сізге қорқудың мүлдем қажеті жоқ деп айтқым келеді. Сауатты тапсыруға тырысыңыздар.